Сәлеметсіздерме оқушылар? Бүгін жаңа бөлімді жалғастырамыз. Қазақстан Ресей империясының құрамында. Ал сабақтың тақырыбы қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы 19 ғасырдың 60-70 жылдарындағы ұлт азаттық көтерілістердегі халық талаптарының сабақтастығы неден көрінді? Сабақтың мақсаты қазақ халқының отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық көтерілісінің себеп-салдары, Ресей патшалығының 19 ғасырда отаршылдық жоспарын күшпен жүзеге асыруы. Өткен сабақта сіздер не білесіздер? 19 ғасырдың екінші жартысындағы уақытша ережелер қазақтардың басына түскен әлеуметтік әкімшілік ауыр жағдайы. Оқушылар ең алдымен білімі сайтын пайдаланып, қазақтардың 160-170 жылдардағы азаттық күресіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. 19 ғасырдағы отаршылдыққа қарсы көтерілістер туралы не білесің? Ол көтерілістер қайда болды? Көтерілістердің нәтижесі қандай болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 1867-1868 жылдардағы реформалар отаршылдық езгіні күшейтті. Ол қазақ жерін патша үкіметінің мемлекеттік меншік етіп жариялаудан көрінді. Жаңа бекіністер салу үшін қазақтардың жерлері тартып алынып, салық түрі көбейтілді. Бұл жағдайлар қазақ шаруаларының ашуын тудырып, азаттық күресті ұйымдастыруына түрткі болды. Ол көтерілістер қайда болды? 1868 жылдың желтоқсаны мен 1869 жылдың қазаны аралығында болған Орал мен Торғай облыстарындағы көтеріліс отаршылдыққа және феодалдыққа қарсы сипатта болды. 1869 жылы Ойыл өзенінен 20 километр жердегі Жамансай көлі маңында фон Штемпельдің тобына көтерілісшілер шабуылдады. 7 күн бойы қоршауда болған жазалаушылар шайқаспай, әскери бекініске қайтып кетті. Орал облысындағы азаттық күресті басуға ірі әскери күш жіберіліп, көтеріліс толық талқандалды. 1870 жылы Маңғыстау түбегінде шаруалар көтерілісі басталды. 1870 жылы наурыздың ортасында подполковник Рукиннің тобы ережелерге қарсылық білдірген адайлықтарды күшпен тоқтатуға тырысты. Бозашшы түбегінде Досан Тәжіұлы, Иса Тіленбайұлы бастаған 200-ге жуық көтерілісші жазалаушыларды қоршап алып талқандады. Тапсырманы орындай алмаған Рукин жазаланды. Бұл жеңіс көшпелілерді рухтандырып, қозғалыс бүкіл Маңғыстауға тарады. Балық аулау кәсіпшілігінде қайықтардан флотилия құрылып, көтерілісшілер тобы 10 мыңға жетті. Бірақ 1870 жылы мамырда Маңғыстауға Кавказдан Апшерон полкі терек казактарының тобы жеткізіліп, көтеріліс талқандалды. Көтерілістердің нәтижесі қандай болды? Әскери министр Милютиннің бұларды келістіріп жазалау керек деген нұсқауымен көтерілісшілер 3 ай бойы аяусыз жазаланды. Көтерілісшілердің бір бөлігі жазалаушылардан ығысып, Хиуа хандығына өтіп кетті. Осылайша, патшалық үкімет уақытша ережелерді күшпен енгізіп, қазақ даласын ойрандады. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, келесі конспектті оқыңыздар.
Оқушылар, конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Керекті сөздерді пайдалана отырып кестені толтырыңыздар. Көтерілістің уақыты, қамтыған аймағы, ерекшелігі, көтерілістің себебі, көтерілістің нәтижесі. Егер сіздер мұқият бейне материалды көрген болсаңыздар және конспекттерді оқыған болсаңыздар, міндетті түрде осы тапсырманы орындай аласыздар. Оқушылар, егер сіздер тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.